Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып бізде prepositions of time. Жалпы бұл предлогтар. Предлог қазақ тілінде жоқ. Prepositions of time үшке бөлінеді. In, on, at. Қай кезде қолданамыз? Мысалы, уақыт айтатын кездерде. Түнде не болмаса, наурызда, сәуірде деген сияқты айларды, жылдарды, уақыт бөліктерін айтатын кездерде біз осы предлогтарды қолданамыз. Мысалы, in жыл, ғасырда, айларда, уақыт жыл бөліктерінде қолданылады. Яғни қарап тұрсаңыздар, үлкен ғасырдан мысалы бірінші ғасыр, екінші жыл, үшінші ай, төртінші уақыт жыл бөліктері. Егер осы реттілікпен жаттасаңыздар, есте сақтауға өте оңай болады. Ал он бізде қай кезде қолданылады? Бізде апта күндерінде және де дата мейрамдарда қолданылады. Мысалы, апта күндері Monday, Tuesday, яғни дүйсенбі, бейсенбі деген кездерде. Және дата дегеніміз белгілі бір арналған дата. Мысалы, 8 наурыз мейрам, кез келген мейрам атаулары. Ал at деген бізде сағат уақыттары және тамақ уақыттарында қолданылады. Сонымен қатар түнде деп айту үшін де at night қолданамыз. Сонымен мысалдарға кірісейік. In summer, жазда. In April, сәуірде. In 2022, 2022 жылы. On Monday, дүйсенбі күні. At 7 o'clock, сағат 7-де деп аударылады. Сонымен сөйлемдерге кірсек. I will go to Dubai in summer. Мен жазда Дубайға барамын. We went to the cinema on Monday. Біз дүйсенбі күні кинотеатрға бардық. I wake up at 7 o'clock. Мен сағат 7-де оянамын. Дәл осы кездерде бізге on, in, at предлогтары қажет болады. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye!